Арма қадірменді көрермен, ел өңірлерінде болған қылмыстық оқиғалар мен шұғыл мәліметтерді саралайтын із бағдарламасы. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Заң мен тәртіп қағидатының басты мақсаты осы. Сонымен, бүгінгі бағдарламада Найза Көкше Instagram парақшасының мәліметінше Атбасарда жаға сатар оқиға болды. 58 жастағы әйел өз пәтеріне соққыға жығылған. Оның денесіне бірнеше жерден пышақ сұғылған. Жезқазғанда жол ережесін бұзған той кортежі тоқтатылды. Күдіктілер жауапқа тартылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері супермаркет аумағында болған өртті сөндірді. Жетісу облысында қарабыз қауын сатушылар арасында келіспеушілік болып, соңы төбелеске ұласты. Зардап шеккен тұрғынға көмектесу үшін тәртіп сақшылары пәтердің есігін бұзуға мәжбүр болған. Оқиға орнына жеткенде әйел қансырап, ес-түссіз жатқан. Алдын ала болжам бойынша бұл қылмысқа көршісінің қатысы бар. Ол зардап шегушіге ауыр дене жарақатын салып, қылмыс қаруын өзімен алып кеткен. Пәтер есігін сыртынан құлыптап кетіпті. Қазіргі уақытта бұл факті бойынша полиция тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Жезқазған қаласында жедел басқару орталығының инспекторы бейнебақылау камералары арқылы құқық бұзушылық дерегін анықтады. Сарыарқа көшесімен жүрген көліктер тізбегі жол ережесі қағидасын бұзған. Тексеру барысында бұл үйлену тойына қатысқандар екені белгілі болды. Анықталған құқық бұзушылық бойынша жүргізушілер мен жолаушылар барлығы 6 адам. Заңнамаға сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 2 автокөлік арнайы айыптұраққа қойылды. Ақтөбе қаласының Әйтеке би көшесінде орналасқан супермаркеттің шатыры жанған. Оқиға орнына құтқарушылар жедел жетіп, өртті оқшаулаған. Қажетті шараларды бірден қабылдап, отты ауыздықтады. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Тәртіп сақшысының көз алдында әйелдердің бірі екіншісін белінен теуіп, соққыға шаққан. Оқиға Балқаш көліне қарай бағытталған тасжол бойында Моалы айналма жолдың жанында болған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, жол жиегіндегі бей-берекет сауданы жою және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша кәсіпкерлерге арнайы орын бөлінген. Ал сатушылардың бір бөлігі айналма жолдың түбінде қалып қойған. Олардың уәжіне сенсек, сатып алушылар алғашқы нүктеге тоқтап, ресми базарға дейін жетпейді екен. Өз клиенттерінен айырылған саудагерлер тәртіп орнатуды сұрап, полицияға бірнеше рет шағымданған. Нәтиже шықпады деп жанжалдасқан кәсіпкерлер бір-біріне қол жұмсаған.